кен жатқан жазық даланы тұлпарлар тұяғы дүбірлетіп, қазіргі орыстың жерінде қатар-қатар қазақ үй тігіліп, ұлан асыр той болып жатыр. Мұндағы қазақы тірлік тірілуге айналды. Мына көріністің өзі айтпай-ақ көп дүниені аңғартады. Біздің фильм қазақ өнерінің мерейін асырып, шетелде оюымыз бен өрнегімізді, салтымыз бен дәстүрімізді паш етіп отырған алыстағы ағайынның ахуалын, қиырдағы қазақтың күнделікті күйбең тіршілігін әңгімелейді. Бұл Аргентина мен Чилидің жағалауын жақында жайлап келген жас матростың үйлену тойы. Ринат пен Нұрбану шаңырақ көтеріп, кереге тіктеді. Осылайша Астрахань аумағында тағы бір қазақ отбасы пайда болды. Мұндағы кез келген қазақ жанұясы сынды бұлардың да қалауы бір. Ұлтымыз аман, жұртымыз тыныш болсын дейді. У нас сегодня свадьба, и мы счастливы. Бүгін біздің үйлену тойымыз. Қазір бұл әлемде бізден асқан бақытты жан жоқ шығар сірә. Всей нашей нации, всему нашему поколению желаю. Біздің ұлтымыз, біздің жастарымыз аман сау болсын деп тілеймін. Халқымыздың салт дәстүрі жандансын. Ринат пен Нұрбану секілді Астрахань өңірінде 200 мыңға жуық қазақ тұрады. Қазақтар бұл облыстағы саны жағынан екінші халық. Әңгіменің төркініне көшпес бұрын қандас бауырларымыздың осы жерге қоныстану тарихына тоқталайық. Сонау 13-ші ғасырға шегініс жасайық. Әңгіменің басы сонда жатыр. Қазіргі Астрахань өңірінде Алтын Орда астанасы Сарай Бату орналасқаны бесенеден белгілі. Ақтөбе өзенінің сол жағалауында орын тепкен бұл шаһарды 75 мың тұрғын мекендесе керек. Қалада түрлі ұлт пен ұлыстың өкілдері тату тәтті өмір сүрген. Бұнда халықты діні мен діліне бөлмеген десек. Ханға адал қызмет етсең, алтын ордалықтар есігін ашып, құшағын жайып, төрінен орын беруге дайын. Город Сарай-Бату, надо сказать, был одним из немногих известных в тогдашней истории городов, в котором в 14 уже веке присутствовали водопровод и канализация. 14-ші ғасырда Сарай-Бату қаласында өзінің су құбырлары мен кәріз жүйесі болған. Шығырларды бұл жерден қазірдің өзінде кездестіруге болады. Ол заманда терең құдықтан су тартатын мыңдаған құрылғы жұмыс істеген. Ал су құбырлары саз балшықтан жасалатын. Әлбетте, қаладан әрде кетет, сәнде жоғалады. Алтын Орда астанасы Сарай беркеге ауысқанда, сауда-экономикалық мәселелер жағаға жармасып қыспақ қалды. Ал 1556 жылы Сарай Батудың басына бұлт сейілді. Территорияға таластың соңы ақыры қаланың күйреуіне соқтырды. Қаһарлы Иванның әскерлері тарихи шаһарды жермен жексен етті.
Использовались плинфы для строительства части Кремля. Кремльдің бір бөлігі Алтын Орда астанасы Сарай Батудың кірпіштерінен салынған. Бұл қамал жоғарыдан да төменнен де атыс ұрысқа лайықталған. Тас талқаны шығып, керексіз болып қалған Сарай Батудың кірпіштерінен Астрахань Кремлі көтерілді. Берік бекініс 1558 жылы Астрахань хандығының Ресейге қосылу шағында салынды. Қамалдың 7 мұнарасы бар. Қызыл қақпа, Николай Чудотворец атындағы храм, Қырым, архиерей, Пречистенск шіркеуі, астықты һәм артиллериялық мұнаралар. Астрахань хандығының дәуірі бітіп, 19 ғасырдың басында Бөкей ордасы пайда болады. Бұл жоңғарлар қыспақ қалған кездегі Ресейге қарап елеңдеген күніміз еді. Бөкей сұлтан Павел біріншімен келісіп, 5000 түтіммен Еділ мен Жайық өзендері аралығына қоныс тебеді. Осылайша орданың даму шағы басталды. Еуропаға жол ашылып, сауда-саттық қатынас қарқын алды. Вторая этническая группа, которая... Өңірдегі саны жағынан ең көп халық ол қазақтар. Кіші жүзден шыққан Бөкей сұлтан 1801 жылы осы жерде Астрахань мен Орынбор губернаторларына бағынатын Бөкей ордасын құрды. Ханның мәңгілік мекені Астрахань облысы Қызылжар ауданында. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың тапсырмасы бойынша 2011 жылы мұнда дара тұлғаға арналып кесене ашылды. Қазір бұл жер Қазақстан тарихы мен мәдениетінен сыр шертетін бай мұрамыздың бірі. Бөкей ханның қасында жұбайы Атан ханым да жерленген. Бөкей ханмен бірге оқтын оның рухани ұстазы туралы мәліметтерді кездесіп жатады. Ендеше кесененің батысында жерленген Сейіт баба деген кім? Саид бин Құлбай Сейіт Ғали. 1742 жылы Астрахань губерниясы Қызылжар уезінде дүниеге келеді. Өз заманында ол үлкен қасиет иесі, ақылгөй, дана болыпты. 17 жасында Мединаға қажылыққа барған. Мысырда оқып, кейін Бағдат, Бұқара, Түркістанда білімін жетілдіреді. Бұл жердің талай сырды ішке бүгіп жатқаны анық. Қазір зиярат етіп келгендер ғұлама қабірін сипалап ем сұрайтын болды. Өйткені олар әулиенің қасиеттері әлі күнге дейін осында сақталған деп шын ниетімен сенеді. Біз Сейіт бабаның ұрпақтарын ашық әңгімеге тартып көрдік. Солардың бірі қабірдің басында 25 жыл шырақшы болып жұмыс істеп жүрген Рауза әже. Батагөй дананы еске алған кезде ол кісінің адами болмысын ғана емес, қасиетін де сипаттай жөнеледі. Осы атаңмен жазылдық деп айтып, бір айқайлап ұрсып, азарланып, боқтап келеді. Солар жазылып кеттік деп, осы жап-жас қызлар да келіп жүрді осы. Жазылып кеттік деп, атаң бізді жарылқат деп, көтер алмай, жасылар қазір көтер алмаймыз деп, бала көтер алмай жүргендерді көтердік деп келді. Жа жолыңыз берсін деп сөйттік. Елден ерек тұлғалар зиратының іргесінде 2000 халқы бар Байбек деген қазақ ауылы жатыр. Қазіргі орыс жерінде топырақ бұйырған осы жердегі ағайынның да ошағы сөнбей көгеріп көктеген екен. Елді мекеннің таңғажайып табиғатына тамсанбау мүмкін емес.
өз тіршіліктеріне өзге тұрмақ, өздері сүйсінетін ауыл берекесі расында да адам қызықтырады. Абай көшесі бар осы Байбекте, Құрманғазы Сағырбаев атағында көше бар, Ген Нұрпейісова атында көше бар, Ибрай Алтынсайырдың атағында көше бар, Шоқан Валихановтың атағында көшелер. Сол бәрі де осы өзіміздің бұрынғы аталарымызды ұмытпайық деп, сол есімізде қалсын сұрайды, ол не атақтан берілген деп. Байбек орта мектебіне Дара һәм Дана Абайдың аты берілген. Бүгінде білім ошағында 300 бала оқиды. Мұнда қазақтың ұлттық киімін, ер-тоқым, көбе, сандық пен домбыраны көргенде, бұл жердегі қандастарымыз салт дәстүрімізді өскелең ұрпаққа дәріптеп отыр екен-ау дейсің. Атау септік, іліп септік, барып септік, табыс септік, жары септік, шығыс септік, көкте септік. Сүйіншілейтін тағы бір жайт бар. Мұнда қазақ тілі оқытылады. Бірақ бір өкініштісі аптасына небәрі бір мәрте. Қазақстан Республикасының консулы кітаптар әкеліп берді, көмектеседі. Келген қонақтар кітаптарды мектеп кітапханасына да береді. Сол кітаптармен балдар сабақ оқимыз. Қазақ центр бар, Жанару деген. Соған балдарымыз қатынасады. Жылына бір керен жолдастық линиясымен олимпиада өткізіледі. Қазақ тілін, қазақ әдебиетін. Алайда мұның өзі жетіспейді. Жырақта тіліміз шұбарланып бара жатқанын айту міндет. Қазақшаға қақалып сөйлейтін жастар көп. Оларда кінә жоқ әрине. Бар гәп өзімізде дейді үлкендер. Тәй-тәйлап болсын, тіліміз еңсесін тіктесін. Ұзағынан сүйіндірсін деп тілеп жүренді. Қазақ тіліні больше развивать ету керек. Школдарда, детский садтарда, соны жастар білсін деп қазақ тілін. Енді үлкендер айтылады, жастар уже көп сөйлемейді қазақша. Жастар тілге жорқақ болса да, ұлттық құндылықтарымызды дәріптеуді ұмытпайды. Ауылда қазақ мәдениетінің орталығы жұмыс істейді. Бұл жерге ат басын тірегенде, тұрғындар жергілікті қарияларды қарттар күнімен құттықтап жатыр екен. Сайып келгенде қандастарымыз қазақ деген халыққа қырын қарап, мұрнын шүйретіндер жоқ деп сендірді бізді. Теңдік, адалдық һәм мәхаббат. Осы үш ұғымды ұштастыра алған ұлт қана бейбіт өмір сүрмек дейді мұндағылар. Қазақстаным аман болсын, жемісті болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Келіп түсіріп, осындай етіп атқандарыңызға, Назарбаевқа көп-көп сәлем айтыңыз. Ресейдің кемпір сәлем айты деп. Мына жігіт атамекенге деген іштегі сағынышты әдеттегідей Құрманғазының күйімен басып отыр. Олы даласыз шабыт қайдан шарықтасын. Олыларын ұмытпауды өзіне серт еткен ұлттың олы күй атасында ұмыт қылмайды. Өйткені Сағырбайдың дауылпаз күйші баласы да Астрахань өңірінде мәңгілік дамылдаған. Неге
атамыз осы жерде жерленіп жатыр деген жаңағы сұрақ бергенде айтқымыз келеді, ол 1 жыл бұрын өзі Ишман деген досын Қызылқұрт руы осында әкеліп жерлеп, өзі құлпытас қойған екен. Ол құлпытасты біз Ираннан келген профессорлар бізге солай оқып берді. Содан соң өзі енді ауырып жатырғасын, ауылдың үлкендерін жинап айтқан ғой. Мен енді осы өмірдің адамы емеспін. Енді осы өмірден кетсем, ана Ишман менің досымның қасына барып, сол жерге жерлендір деп. Сол себептен осы жерде атамыз жерленіп жатыр. Құрманғазы Сағырбайұлының басына кесене 1996 жылы салынды. Ашылу салтанатына Нұрсұлтан Назарбаевтың өзі қатысқан. Бүгінде Құрманғазының күйлерін қай қазақ баласы болсын ұйып тыңдайды. Домбырада күй тарту ол кісіге табиғаттан дарыған дейді білетіндер. Керек дәйекті болу үшін дәлел келтірейік. Алтынжар ауылындағы мына мұражайда құнды экспонат бар. Ол бойына біткен дара тұлға ұстаған домбыра. Бір қызығы, жасалғанына 2 ғасырдай уақыт болған аспапта бір қылау жоқ. Мына домбыраны бізден көп кісілер адамдар сұрап жатыр. Басқа жаңағы мұражайлар біздер бірталай зат береміз, орнына экспонат береміз, серебро береміз, золото береміз, бізге мына домбыраны беріңіз деп. Но біздер бірақта ойлаймыз, что мына домбыраға бәс жоқ. Атамыздың қолы деген домбыра, осыны біздер деген ценнейший экспонат деп санаймыз. Сазгердің көкейінде жүрген көп дүние беймәлім кетті. Өзімен бірге көргәк кетті. Бірақ ұлы ұлттың ұрпағына мол мұра қалдырды. Құрманғазының күйлерін тыңдаған сайын тылсым дүниеге терең бойлап, өмір мұхитына шексіз еніп кеткендей күй кешесің дейді күй атасының ұрпағы. Мен жақсы көретін күйім Балбырауын деген. Өте ұнайды маған. Бейтіп нетем, Сарыарқа, Адай деген күйлер. Атасының дарыны немере шөберелеріне де дарыған. Өзі жоқ болса да, елдің ықыласы мен көптің батасы отбасымызға береке әкелді деген сенімде ұрпақтары. Қарындасым менің Аша деген қалада тұрады ол. Соның қызы скрипкінен ойнайды. Сосын мына Аққыстауда іншегім бар Кәким деген. Соның қызы қазір Алматыда медицинский институтта оқып жатыр. Домбырамен ойнайды. Олай келатыр, музыканттар шығып жатыр жаңа-жаңа. Алтын кездік қап түбінде жатпайды. Сирек туылатын тұлғаның сирек бейнесі бәне осындай. Астраханьның қазақтары қанды майданда да от шашқандай оқ шашатын. Бұл қаладан отан соғысына 154 мыңнан астам адам аттанса, оның 35 мыңы ерлігі үшін марапатқа ие болған. Олардың қатарында найзасын найзағайдай ойнататын қандастарымыз да бар. Мұқат Мұсаев, Мәди Бегенов пен Төлебай Әжімов Кеңес одағының батырлары болса, Жүсіп Бұқаев пен Сақып Қызылов Банк орденінің толық иегерлері. Военно-исторического мемориального комплекса, и здесь вы видите турникеты с фотографиями. Әскери патриоттық кешенінде медаль ордендермен марапатталған Астрахан азаматтарының фотосуреттері бар. Олардың ішінде қазақтарды да кездестіруге болады. Мәселен, 1944 жылы Кеңес одағының батыры атағын алған Мұқат Мұсаев. Бұл жауынгер Венгрияны азат етуде ерге тән ерлік көрсеткен. Пулеметші болған ол майдандас достарымен бірге жаудың 18 шабуылына төтеп берген екен. Жолдастық қазақ бірлестігі ұйымдастырған тойда сары масадай дуылдаған қыз қатын бала шағаның көптігі сонша, тіпті аяқ басарға, ине шаншырға орын қалмаған. Концерт тамашалаған жұрттың көңіл күйі көтеріңкі. Тіпті алты бақан теуіп,
ат шаптырып, белдескендерге ұлттық рух бергендей. Осылайша думанды шара салт дәстүріміз бен әдет ғұрпымызды дәріптеп бара жатыр. Біздер осы мына тұрған жеріміз қазақтың жері. Енді бұлай қарасаң, Қарабали ауданы, Қарабайлы, Сасықкөл дейтін ауылдар, Сасықкөл. Енді қазақтың жері болғасын, біздер өзіміздің жерімізде тұрамыз. Уақытында біздерде губернатор дейтін Гуржбин болғанда ол айтты, казаки живут на своей земле. Біз өзіміздің жерімізде тұрамыз, осы жерімізде өзінің қазақтың салтын, қазақтың дәстүрін сақтаймыз. Жолдастық тойын бүгінгі қазақтарды, басқа ұлттарды бір-біріне татулыққа, жақсылыққа жасалған той. Өте құрмет етті мұнда. Осындай шаралар керек. Мына кішкентай өсіп бара жатқан ұрпақтарымызға, татулыққа, халықтың осындай той жасау керек. Астраханьның аспанын әдемі әнге бөлеген әсерлі кеш Роза Рымбаеваның өз мінезіндей жылы ауанда өтті. Жарқын жолмен қадам басқан ертеңгі күнге ерекше бір басқосу болып жатыр. Соған менің өнерімді құрметтеп шақырған екен. Мен шын жүрегімнен осы мерекеге өзімнің үлесімді қосам деп, әндерімді шырқаймын деп келіп тұрмын. Бұл жақтың қазағы да, орысы да, басқа ұлты да мені жақсы тыңдайды. Себебі мен осы кейінгі жылдары жиі келемін. Себебі мен екі тілде ән орындаймын. Сондықтан бұл елдің көрермені мені жақсы көреді. Шөбіріні нементай, алғысын сау бол деп айтатын мұндағы қандастарымыз тек тойласу үшін емес, ойласу үшін де Нариман төсіне ат байлады. Ат демекші, бұл той думанда ат құмарлар арғымақтарын жарыстырды. Тағы бір шабандоздар ойсыл қара тұқымының бағын сынап көрді. Қуанғанда звондап уже айтып жатыр, хабар жетеді ғой. Жақсы хабар жатпайды ғой, білесіз қуанғанда. Телефонмен звондап, сол бәрі базар айтып жатыр. Ешкімнің ойында болған жоқ, мен келеді деп ойда болған жоқ бұл кеш абатты. 5 тей болып келдік, 5 тейдің ішінде сол осы алған, сол призовой орын алған. Тойдың көркі күрес. Боз кілемнің иісін аңсап келгендер мына жерге қарай ентелей келді. Жұрт ғажайып күресті көріп қалуға ынтық. Білектері балғадай, бойлары да еңселі. Сен тұр, мен атайын дейтіндей балуандар бақ сынасып жатты. Мұндай шаралар ұрпақ үшін ауадай қажет екені түсінікті. Сондықтан алыстағы ағайынның жылда осындай той өткізуді әдетке әрі әдемі дәстүрге айналдырғысы бар. Мы здесь живем не как диаспора. Біз диаспора емеспіз. Бұл қате түсінік. Біз өзіміздің туған жерімізде тұрамыз. Осы жерде ата-бабаларымыз жерленген. Астраханда талай ұлттың өкілі бейбітшілік пен бірлікте өмір сүреді. Біз қазақтың наурызын, татардың сабан тойын, орыстың пасхасын, қалмақтың саган сарын бірге тойлап жүрген халықпыз. Сегодня праздник организован благодаря тому, что мы показали свою культуру. Бүгінгі мереке басқа халықтарға өзіміздің бай мәдениетіміз бен салт дәстүрімізді көрсетуге арналған. Той думанға Астрахань өңірінің 13 ауданынан жиналды. Әр аймақтан өнер ұжымдары келіп, ән айтып, би билеп жатыр. Астраханской области сегодня появились здесь, на территории праздника.
1 миллион халқы бар Астрахань облысында 147 ұлттың өкілі бір атаның баласындай бір шаңырақ астында бейбітшілік түтінін түтетіп жүр. Оның 200 мыңға жуығы қандастарымыз. Жалпы жер жүзіне тарыдай шашылған қазақтардың саны соңғы санақ бойынша 5 миллионнан асады. Және жырақтағы бұл миллиондарға біз қазақстандықтар ашыққанда нәр, талғанда әл болуға дайынбыз. Бұл дүние жүзі қазақтарының соңғы құрылтайында президент Нұрсұлтан Назарбаевтың айтқаны. Биыл Астана осымен 5-ші рет сыртта қандастарымыздың басын қосып, базынасын тыңдады. Мен үшін шетте жүрген бауырларға жанашыр болу, әрбір Қазақстанға қамқорлық жасаумен бірдей маңызды. Әр қазақ менің жалғызым деген өлең жолын құрылтай мінбесінен әлемдегі әрбір қазаққа жолдаймын. Қазақ баласы қай елде тұрса да, ұлы далада мәңгілік ел құрып жатқан байтақ Қазақстанның ажырамас бөлшегі болып табылады. Жүрегінің төрінде осыны ұстасын әрқайсысы. Астраханға сапар барысында жік-жікке бөлініп, бір-біріне қырын қараған қауымды кездестірмедік. Кімге болса да есіктері ашық, аңқылдаған ауыл адамдары шықты алдымыздан. Қанымызда бар қонақ жайлылығын көрсетті. Қарагөз бауырларымыз қазақы иісі аңқыған жерді аңсайтынын аңғардық. Шаруаларынан қолы қалт еткенде руханиятты бір сәтке де есінен шығармайтынын байқадық. Хош, бұл тарих. Бұл миллиондаған қазақты 6 құрлыққа шашыратып жіберген тағдыр. Бұл оқиға осымен тәмамделік. Ал біз тарыдай шашыраған әрбір қазақтың талайлы тағдырын баяндайтын тарихи сапарымызды жалғастырамыз. Алдымызда өзге елдер.